көк аспан асты, алтын дән даласында өмір сүріп жатқан әлемге борщ, вареники, қырыққабат орамдары немесе голубцы, Николай Гоголь, Тарас Шевченко, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Ан-225 және Чернобыль апаты сияқты жерлермен таныспыз. Я достар, біз қазір соғыс болып жатқан Украина жеріндеміз. Бүгін кішігірім ғана шығарылым болады, сіз білген, білмеген жаңа және ескі заттармен таныстыратын боламын. Жоспар бойынша Киев, Львов, Одесса және Чернобыль сияқты қалалар, Клевань қаласындағы Махаббат туннелі және де бұл елде бір емес 5 бірдей әртүрлі каньондар бар. Тағы да табиғи сұлулығы көздің жауын алатын жерлер өте көп. Анам айтпақшы, адамның айтқаны болмайды, Құдайдың қалауы болады демекші, осы жылға Украинаға деген жоспарымның 90%-ын тастауға тура келді. 10%-ды көрсетемін. Бірақ бұл 10% өте маңызды. Себебі 10% дегенім осы елдің астанасы Киев қаласы. Айтпақшыдай, өкінішке орай мен Киевті сіздерге әуеден көрсете алмаймын, өйткені әуеге дрон, квадрокоптер сияқты ұшатын құрылғыларды әуеге көтеруге тыйым салынған болатын. Осы ақпаратты дер кезінде білдім, әйтпесе мені келеңсіз жағдайлар қарсы алатын еді. Не себепті екенін біреу білсе, біреу білмес. Біздің солтүстіктегі жалғыз көршіміз Ресей мемлекетімен соғыс болып жатқандықтан, ел көрем, жер көрем деп екі ортада арам өліп кетпейік. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз: өз мерекесі бар және ғарышты бағындырған сорпа, славяндар тарихына кішігірім шолу. 1000 жылдық тарихы бар тарихи Киев қаласы. Әлемдегі ең үлкен ұшақ туралы естігеніңіз бар ма? Әлемдегі ең терең метро бекетіне түсу қанша тұрады? Ең ірі ядролық апат болған Чернобыль. Және қазақ елі мен Украин халқының ұқсастығы неде? Қазақтар сияқты ешкім жақсы ет аса алмайды. Итальяндықтар сияқты ешкім пиццаны жасай алған емес. Ал Украин еліне жолыңыз түсіп жатса, ұлттық тағамдарын көре кетіңіз. Барлығын емес, мен көрмедім, себебі бұл жақта шошқа еті өте көп. Американың CNN телеканалының тізімі бойынша осы сорпаны әлемдегі ең дәмді 20 сорпаның қатарына енді. Мынандай өсімдік көрген боларсыз. Атауы борщевик. Ең алғашқы борщ осы жеуге болатын өсімдіктен басталып, құрамына кейінірек қызылша қосылған. 19 ғасырдан бастап картоп қоса бастаған. Бүгінде әрбір отбасында борщтың өзіндік дайындау әдісі бар. Сенің анаңның борщы дәмдірек. Бірақ осы елдің борщының дәмінде татып көріңіз, міндетті түрде. Әрине ішінде шошқа еті болмаса. Қалжың, сұрап біліп алыңыз сонда да. Борщпен әлденіп алсаңыз, ары қарай миыңызға жаңа қоректер берейін. Жалпы украиналықтар деген кімдер? Қайдан шыққан? Қысқадан нұсқа түсіндіре кетейін. Еуропа, 5 ғасыр. Бұл жерлерде көптеген әртүрлі халық тыныш өмір сүріп жатыр. Солардың арасында славяндар бар. Қазіргі Польша мен Украина жері. Өмір ағынымен ағып келе жатады. Бірақ бір кезде әртүрлі халықтар шапқыншылық арқылы жерлерін ұлғайта бастайды. Үйлерінен айырылып, ары-бері көшуге мәжбүр болған славяндықтар басқалардан үлгі алып, тура солай басқа елдерге шабуыл жасап, басқаларды шеттетіп, шекараларын сағызша соза бастайды. Шекарасы кеңейген сайын славян тайпаларының тілдері мен мәдениеті, өмір сүруі өзгере бастайды. Солайша біз славяндықтарды 3 топқа бөле аламыз: батыс, шығыс және оңтүстік. Уақыт өте келе болашаққа нық қадам басқан славян тайпалары мемлекет құрып, өркендей бастайды. Славяндықтар өздеріне христиан дінін қабылдап, тағы да екіге бөлініп кетеді: католик және православ болып. Біреулері латын тілін пайдаланса, ал екінші топ кириллицаны пайдалана бастайды. Жыл өткен сайын славяндар тағы да бөліне бастайды: поляктар, чехословактар сияқты елдерге. 13 ғасырда шығыстан моңғол татар әскері келіп, славяндарды және олардың жерлерін аттың табанына тағалап кетеді. 17 ғасырдың басында орыстар Сібірді жаулауға кірісе бастағаннан кейін, бір ғасырдан соң русиндықтардан екі ел бөлініп шығады: белорустар мен украиналықтар. Шығыс славяндардың негізгі құрамын орыстар, белорустар мен украин халықтары құрайды.
Сонымен украиналықтардың және славяндықтардың тарихынан сәл де болса хабардар болдыңыз. Тұтас ел тұрғанда бір қалаға 10% беру деген тым көп емес пе? Деген ой мазалаған болуы мүмкін. Білесіз бе, 10% Киев қаласы үшін тым аз секілді. Сонымен бұл қала несімен ерекше? Украиналықтар 16-17 ғасырларда тарихи жазбаларда пайда бола бастаса, Киев қаласының тарихы 1500 жылдан асып жығылады. Бұл бір ғаламат емес пе? Әрине, бұл Дамаск, Афины және Рим сияқты тарихы жоқ. Бірақ 15 ғасыр бойы терең тыныс алып, тамырын тереңге жайған бірегей қала. София соборы 11 ғасырда Киев Русі кезінде салынған. Бұл Киевтің орталық храмы және сол кездегі діни және мәдени өмірдің символы болған деседі. София грек тілінен аударғанда даналық деген мағынаға ие. Ол ғибадатхана, сондай-ақ құнды ғибадатханаларды сақтайтын орын ретінде қызмет етті. Киев-Печерск лаврасы 1051 жылы негізі қаланған. Бұл Киевтегі ең көне және ең әйгілі лавра. Ол Днепр өзенінің үстіндегі төбеде орналасқан және Киев Русінің руханилығы мен мәдениетінің орталығы болған. Сырты мен ішіне асықпай, байыппен көз жүгіртейік. Қараңызшы, қаншама еңбек, қандай өнер, қаншама біліктілік. Бұдан асқан әдемі шіркеу көрмеппін. Лавра не, шіркеу не, біз үшін бір сияқты. Жалпы айырмашылығы неде? Лавра мен шіркеудің басты айырмашылығы олардың мәртебесі мен қызметінде. Шіркеу ғибадат ету орны, ал лавра діни және мәдени маңызы бар жоғары мәртебелі монастырдың ерекше түрі. Лаврада шіркеулер болуы мүмкін, бірақ барлық шіркеулер лавра бола алмайды. Бүгінде Ресей мемлекетінің жан-жақтан жіберіп жатқан зымырандарына қарсы қиындықсыз төтеп беруде. Соғыс ол әрқашанда ауырсыну, жек көрушілік, азап, жетімдік пен жесірлік, үмітсіздік. Жоқ, Украин халқы үшін үмітсіздік деген сөз мүлдем жоқ сияқты. Өліспей берілмейтін қайсар халықтың бірі. Адамдар барынша қазіргі сәтпен өмір сүруде. Робили нас щасливими людьми, і ніби чудо батьки радіо нам відкривало до незнали світ. Жили всі так днями конкурсом, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом. Келесі аялдама Майдан, тәуелсіздік алаңы. Бізде де Майдан деген сөз бар емес пе? Соғыс алаңы дегенді білдіреді, қателеспесем. Жалпы қазіргі соғыстың бастауы осы жерден басталады деп айтуға болады. 2013 жылы Украин үкіметі Еуроодаққа кіруге деген келісімін кейінге шегере береді. 300-ге жуық студент Еуропа елдерін аралауды армандап, елде бағаның төмен болуын және Еуроодаққа кірсек, жағдайымыз тек жақсы арнаға ауысады деген оймен Киев қаласының орталығында майданға ереуілдетіп шығады. 300 студент бастаған ереуілге тағы миллиондаған ел ереді. Артынша халық екі ойға бөлінеді. Батыс Украина халқы еуропалық боламыз, Еуроодаққа кірген тек пайдалы деген ойда болса, шығыстағы Ресейге жақын украиндер мен орыстар, Украин орыс мәңгілік бауырлар деген сеніммен Ресеймен ара қатынасты жақсартып, бауырларының қасында қалуды жөн көреді. Мәңгілік бауыр деген халық бүгінде украиндықтардың тамағын пышақпен орып жіберуге дайын отыр. Ең көп зардап шеккен аймақ шығыс Украина. Жалпы бізде де сондай болды емес пе? Солтүстікке жақын жерден жаңа қала салып, ел ордасы солтүстікке көшірмегенде, бүгінгі күніміз аюмен арпалысу болар ма еді? Кімге алғыс айту керек екенін білесіз деп ойлаймын. Орталықтан шығып, Андреев атты дөңнен төмен қарай түсейік. Украина астанасының ең көне көшелерінің бірі, әлемнің әр бұрышынан келген саяхатшыларды кездестіруге болады. Киев қаласының ең көркем әрі ерекше жерлерінің бірі. Егер қала тарихы туралы терең танысқыңыз келсе, Киев қаласының тарихы туралы музей бар. Кіріп көруге кеңес берем. Тарихи астананың бүгінгі таңы мен кеші қалай? Сізде құр қалмай,
көре отырыңыз. Ең терең метро бекеті Арсенальная. Отанына ескерткішін көруге бара жатырмын. Ыңғайлы тасымалдау көлігін пайдаланып жетіп алуды жоспарладым. Ол әрине метро. Метро бекеттері көп. Қаланың ана басынан мына басына жету ешқандай қиындық тудырмайды. Киев метросы ескі, қатты шулы, бірақ таза әрі көзге жағымды болды. Ұялы телефонымдағы ғаламторды пайдаланып, картадан отан-ана ескерткішіне жақын бекетті таңдап болып, алаңсыз әлеуметтік желіге кіремін деп бекетімді өткізіп алыппын. Қайтадан артқа қайттым, көтеріліп бара жатырмын. Алматыдағы Абай бекеті есіме түсіп кетті. Мынау одан терең бе деген ойға шомып кеттім. Сыртқа шығып Google атамнан ең терең метро қайда деп сұрадым. Арсенальная, Киев деді. Я, мен шыққан метро әлемдегі ең терең метро болып шықты. 8 гривен ақшамды 73 теңгемді қиып, ерінбей қайтадан түсіп көтерілдім. Әрине сіз көрсін деп бейнеге жазып алдым. Әрбір адамның уақыты алтын ғой, сол себепті бейнені тездеттім. Арсенальная станциясы өз атауын жақын жерде орналасқан ірі қару-жарақ зауытынан алды. Станцияның тереңдігі 105,5 метрді құрайды. Метроға эскалатормен түсу шамамен 5 минутты алады. 1960 жылы 5 бекеттен тұсауы кесілсе, бүгінде 67 шақырым жол және 52 бекеті қызыл, жасыл және көк түсті жолдардан тұрады. Жыл сайын Киев метросының қызметін 480 миллионнан астам жолаушы пайдаланады. Арсенал бекеті тереңдігіне байланысты қырғи қабақ соғыс кезіндегі ядролық соғыс қаупі төнсе, адамдарға пана болады деп саналған. Жердің түбінде тұрып, таң қалуымды қойып, жоғары қарай 207 метр биіктікке көтерілей. Оң қолында 9 тонналық 16 метрден тұратын семсерді көкке көтеріп, ал сол қолында 13 тоннаға жуық қалқанымен қарсы алатын 450 тонналық отан-ана ескерткіші бой көтеріп тұр. Отан-ана Днепрдің оң жағалауындағы Киевтегі монументалды мүсін. Бұл әлемдегі ең үлкен 5-ші мүсін.
және Украинадағы ең биік мүсін. Жалпы отан ананың түрін көрсетпес бұрын неге отан ана, неге әке, аға, бауыр, туыс, көрші емес? Жұрттың айтуынша отан ана аталу себебі ана өмірдің бастауы және өз еңбекшілерімен отан қорғаушыларын тәрбиелейді деген ұғым қалыптасқан екен. Жалпы биіктігі 102 метрді құрайды. Украинаны және Киев қаласын мақтап тым көкке көтеріп жібердім бе? Антонов Олег Константинович атты кісі менен бұрын көкке көтерген. Мүмкін естіген боларсыз, аты шулы Ан ұшақтар желісін жасаған кісі. Бұл кісінің әуе қырандарын жасауда үлкен еңбегі бар. Көптеген ұшақтар бар, бірақ ішінде ерекше түрі бар. Ан 225 немесе Мрия деп аталады. Мрия әлемдегі ең үлкен жүк ұшағы. Ол 1980 жылдары Кеңес одағында әзірленіп, алғаш рет 1988 жылы әуеде өз бағын сынап көрді. Мрия 250 тонна салмағы бар заттарды тасымалдауға шамасы жетеді. Аспанда дәу темір 250 тонна салмағы бар темір түрсек көтеріп бара жатыр дегеннің өзі қазіргі кезде де кішкене миға сыймайды. Келісесіз бе? Ірі медициналық құрал жабдықтан бастап, жер турбиналарымен қоймай ғарыш кемелерінде тасымалдайтын күшке ие. Шынымен де таң қаларлық өнертабыс, керемет. Назар аударыңыз, Мрияның әлем бойынша жалғыз ғана данасы бар. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деген ұстанымы бар Ресей әскерлері Мрияның көзін 1 жыл бұрын жойып жіберді. Кейбір жерлері сау қалған. Енді бүкіл әлем болып Мрия атты әуе балапанын қалпына келтіріп, немесе жаңасын жасап, әуеде самғағанын көреміз деген үміттемін. Чернобыльді келесі жолға қалдырайын. Дәм тұз тартып жатса, Чернобыльді барып көрерміз. Сонымен Украина елі туралы бейнем соңына даяды. Сізге 5 украинша сөз үйретейін. Дайынсыз ба? Так, я, не, жоқ, дякую, рахмет, будь ласка, өтінемін немесе оқасы жоқ. Бувай, сау бол. Украина мен қазақ елінің қандай ұқсастықтары бар? Анау-мынау деп созбай ең бастысына көшейін. Ол әрине тіл мәселесі. Украинаға келмес бұрын тек қазақтар ғана өз тілін білмейтін халық деген пікір қалыптасқан болатын. Әрине бұл қуанатын жағдай емес. Құлақ салып тыңдаған болсаңыз, көшеде адамдар орыс тілінде сөйлесіп жүргендері де бар. Барлығы емес әрине, бірақ орыс тілінен толықтай бас тартпапты. Киевте жүріп көптеген адамдармен танысып сөйлесіп көрдім. Соғыстың әсерінен Украин жастарының басым көпшілігі орыс тілінен бас тартуда. Өмір бойы орыс тілінде сөйлесіп келе жатқан әке-шешелеріне украинша үйретуде. Қалай ойлайсыз, осы жастар кейін өз ұрпақтарына орыс тілін үйретеді ме? Орыс тілінде сөйлеу кезінде заманауи, модна, ал украинша сөйлесең ауылдан шыққан, дым білмейтін деген атаққа қалады екен. Кезінде таныс жағдай. Орыс тілі әлемдегі ең кең таралған тілдердің бірі және Ресейде, Беларусьте, Қырғызстанда, Тәжікстанда және Қазақстанда ресми тіл болып табылады. Ресми тіл, ресми. Осы тізімді көріп еріксіз намыстанады екенсің. Шамамен орыс тілін білетін адамдар әлем бойынша 300 миллиондай жан санын құрайды. Украинада соғысқа дейінгі санаққа көз жүгіртсек, 44 миллион адам өмір сүреді, оның 77% Украин халқы. 90-95% украиндықтар орыс тілін біледі. Соғыстан зардап шегіп, орыстарды жек көріп отырған бұл елде, жастар украин тіліне қатты мән беріп, орысша сөйлемеуге насихаттауда. Жастар олар әрқашанда елдің болашағы. Солай-солай алдағы 5-10, мүмкін 15 жыл шамасында орыс тілі 20-30 миллиондай адамнан айырылатыны айдан анық. Бұл трендті біз жалғастырып 20 миллион қазақ пен қазақстандық болып біз қосылсақ, қандай керемет болар еді. Әрине барлығы бас тартады деген біз үшін қол жетпес арман болып қалатын шығар. Жеке өз пікірім,
Менің ойымша орыс тілінің шегі осымен көрінген секілді. Бұл бауырлар арасындағы соғыста бүкіл дамыған және дамып келе жатқан елдер Украина елін қолдауда. Ал қалғандары Ресейді. Құдай бетін ары қылсын, бірақ біз орыс тілінен бас тарту үшін Ресей бізге соғыс ашуы керек емес шығар. Толықтай түп тамырымен жұлып алып тастай алмаймыз десеңіз, мен сізбен толықтай келісемін. Толықтай алып тастай аламыз десеңіз, бұл жағдайда да сізбен біргемін. Неге үкімет алып тастамайды деген ой кейбіреулеріңізді мазалап та жатқан шығар. Алып тастай алмайды, себебі біз көп ұлтты мемлекеттер қатарын толықтырып отырмыз. 124 шамасында әр түрлі ұлт өкілдері қазақ елінде таңын атырып, кешін батырып, отбасын асырап, күнін көріп, тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Көпшілігі дерлік орыс тілінде бір-бірімен ақпарат алмасады. Алып тастады деген сыбыс Ресейдің құлағына жететін болса, Қазақстандағы орыстарды шеттетіп жатыр, күн көрсетпей жатыр, тағы не құдай, тағы да әртүрлі бәле жаланы жала жауып, біз Украинаның тағдырын қайталамайтынымызға кім кепіл? Қазақ тілінің әлсіздігі, менің ойымша, ол біздің тілімізді жеткілікті түрде құрметтемеуімізде секілді. Әрине, бұл менің жеке ойым, барлығы бірдей деп айта алмаймын. Бұл мәселеде жалғыз мен немесе басқа да 100-200 шақты адам болсақ та, жетісіп жалпы ештеңеге әсер ете алмаймыз. Төрт көзіміз түгел, бір жұдырықтай жұмылып, осы мәселені барлығымыз бірге шешуге талпыну керек. Бізде екі таңдау бар. Бұл бейнеден түсінгеніңіз осы жерде қалып ертең ұмытылып кетуі де мүмкін. Оған мен ренжіп, өкпелеп немесе тоныңызды шешіп алмаймын. Ерік өзіңізде. Екіншісі, тілдің маңыздылығын және болашағымызға әсері бар. Бұған біз қазір әсер етпесек, ешкім қол ұшын созып көмектеспейді десеңіз, ары қарай көріңіз. Қазақ тілін сыйлап, құрметпен қарасақ, онда басқа қазақстандықтар қайда кетсін? Ең бірінші өзімізден бастайық. Қаншама қазақтар бар өз ана тілін білмейтін. Оларды жазғырмай қояйық. Отбасында орысша сөйлейді, мектептерімен өскен ортасы орыс тілі болса, ол байғұстарда қандай таңдау болды дейсіз. Оларды қойып, мысалы, мен және менің замандастарымды алатын болсақ, біздің өзіміз шала қазақ сияқтымыз. Күнделікті тұрмыста ну, да, ну, неужели, просто, уже сияқты тағы да басқа орасан зор паразит сөздерді көп пайдаланамыз. Тілге деген құрметіміздің жеткілікті түрде болмағаны шығар деген ойға келіп тоқтадым. Мысалы, 3 украин және бір өзге ұлт өкілі тұрса, олар өз тілінде сөйлей береді. Басқа ұлт өкілі түсінбей қалады ау деген ойларында да жоқ. Бұл қалыпты жағдай, ешқандай да ерсілік емес. Өкінішке орай бізде барлығы керісінше. Сол адам мен неге мына тілді білмеймін, неге үйренбеске деген ой қалыптастыруы керек. Қарапайым заттарды өзгертіп бастасақ болады. Ұялы құрылғыңыздың телефонның мәзірін қазақ тіліне ауыстырсаңыз болады. Дәмханалары бар адамдар тағамдардың атауларын тек қазақша жазсаңыз болады. Дүкендері бар адамдар магазин сөзін алып тастап немесе жазбаса болады. Сатушы немесе кеңесші болсаңыз, бірінші қазақ тілінде амандассаңыз болады. Орыс болсын, ағылшын болсын. Көше-көшенің бәрі қазақша, адамдар өзіміздің бай әрі керемет тілімізде көше-көшеде бұл-бұлша сайрап жүрсе, күнделікті өмірімізде орысша қоспай тіл біздің байлығымыз екенін түсінсек, тосыннан келген бұл өзгеріске басқалардың да еттері үйреніп, елде қазақ тілінің мәртебесі асқақтап, беделі көтерілгенін көрген адам, елдің болашағы қазақ тілімен тығыз байланысты екенін түсінгендер, тілімізге деген қызығушылықтары оянуы керек. Қазақ тілін еш қысымсыз-ақ өз еріктерімен үйрене бастайды деген ойдамын. Білесіз бе, адамдар неге орыс тілінде сөйлеуге соншалықты құмар? Орыс тілі жеп-жеңіл, сөздік қоры бар жоғы 150-200 мың сөзді құрайды. Ал қазақ тілінде келер болсақ, 2,5 миллион сөз бар екен. Арасы жер мен көктей. Келісесіз бе? Көбісі бұл өтірік аңыз әңгіме дегенге алып келіп жатыр. Әрине, өтірікке шығарып жатқан орыстар мен басқа ұлттар.
Неге бұл шындық екенін өз ойым бойынша түсіндіріп көрейін. Өзге тілден бір мағынасы бар бір сөзді алар болсақ, сол сөздің қазақ тілінде кемінде 2-3 синоним сөз келтіруге болады. Орысша возможно сөзіне біздің синонимдерді келтіріп көрейік. Бәлкім, бәлки, мүмкін, ықтимал және кәдік сияқты сөздер бар. Әрине кейбір сөздерді естігенде біртүрлі ыңғайсызданасың. Мысалы, гөл айттап, кәресін сияқты сөздер. Жермай деп айтуға да болады негізі. Көптеген ескі жазбаларымыз әлі күнге дейін аударылып жатыр. Жойылып, өртеніп кеткені қаншама, ауыздан ауызға тарап, жазылмай кеткені қаншама, жарияланбай кеткен қаншама мәліметтер бар. Сонда 2,5 миллион шықпайды деп ойлайды ма басқалары? Шықпайды десеңіз, жаңа сөздер қосайық тілімізге: терминал, банкомат, банан, ананас, ноутбук, ванна, кондиционер және тағы да басқа сөздерді аударып қолданысқа енгізуге болады. Ең көп қазақ оқитын жерге немесе ең көп қазақ тіліндегі оқырманы бар адамның парақшасында дауыс берейік. Өкімет мына сөзді қазақшаға аудардық, енді осыны қолданасыңдар деп айта алмайды. Жаңа сөз шығарып қолданысқа енгізетін ол қашанда қарапайым халық болып қала бермек. Асыл тіліміз өзге тілдердің қасында әрдайым төрден орын ала берсін. Мына бір сөзге ешқандай боқтық пен ауыр сөздер тең келмейді. Шынымды айтсам, осы сөзді естігенше өліп кеткен артық сияқты. Мәңгүрт. Мәңгүрт ізінен арылайық ағайын. 200 мыңды құл деген жазу бар. Арзан қол шынжырды мойнымыздан шешіп, 2,5 миллион тұратын қазақ еркін атты алтынмен апталып, күміспен қапталған аса бағалы тәжімізді басымызға киетін уақыт келді. Барлығы сізбен бізге байланысты.